Ағымдағы жылдың мамыр-маусым айларында Теміртау қаласындағы төтенше жағдайлар жөніндегі басқармасы өрт сөндіру бөлімшелерінің сумен жабдықтау ұйымының өкілдерінің қатысуымен қаланың және шаруашылық сыртқы өрт сөндіру мен сумен жабдықтау желілеріндегі орналасқан өрт сөндіру гидранттарының техникалық жай-күйін тексерген болатын. Осы уақытқа дейінгі техниканың жай-күйін төтенше жағдайлар жөніндегі Теміртау қалалық басқармасының бастығы Арман Алпысбаев баяндап берді. Положение с пожарными гидрантами, расположенными на водопроводных сетях города Темиртау, выглядит следующим образом. Су құбырларының сыртында орналасқан сыртқы өрт гидранттарының барлығы құдықтарда орналасқан. Жалпы алғанда гидранттарды ашу үшін клапандармен жабдықталған бағанды қолданамыз. Қазіргі уақытта Теміртауда ішкі желілерді ауыстыру бойынша үлкен жұмыс жүргізілуде. Осы жұмыстар барысында желілерде орнатылған өрт гидранттарын ауыстыру және жөндеу жұмыстары басталды. Жалпы Теміртау қаласы мен Ақтау кентіндегі су гидранттарының жағдайы қазіргі кезде әлі қалыпқа келтірілмеген. Осыған байланысты қала әкімі Ғалым Мәшімов қаладағы су гидранттарын жөндеуге шектеулі мерзім берді. До начала отопительного сезона привести в порядок все гидранты. До начала время есть. Если вам не хватает времени, я могу продлить до 1 ноября. Срок поставить до 1 ноября. Первый срок начала отопительного сезона, второй срок 1 ноября, Татьяна Михайловна. Третьего срока не будет. Бұл қатаң ескертуге төтенше жағдайлар жөніндегі Теміртау қалалық басқармасының бастығы жөндеу жұмыстары үнемі бақылауда болады деп қысқа қайырды. Порядка 10% пожаров у нас, будем говорить, тушится на подвозной воде. Өрт сөндіру гидранттары өрт дабылы соғылып, оқиға болған жердегі өрт сөндірілгеннен кейін бірден қайта толтырылады. 10% өрт біздің жеткізілетін су арқылы сөндіріледі. Біздің қызметкерлерге өрт алған уақытта су жетіспей қалса 500-600 метрде жерде орналасқан жерден тасуға тура келеді. Сонымен қатар қала әкімі мердігер компаниялардың жұмысын сапасы мен жылдамдығын арттыру қажеттігін ескертіп атап өтті.